Қайырлы күн, АКО-21 топ студенттері. Бүгін сіздермен біз жаңа пәнге кіріспе өтеміз. Пәннің аты автокөліктің жылжымалы құрамы. Мен оқытушы Мұсабаева Мақпал Байжановна. Сонымен, бұл сіздердің арнайы пән. Біз автокөліктің жылжымалы құрамы туралы не білуіміз керек? Ол тасымалдауға қаншалықты қажеттілігі бар және қандай түрлері болады, келесі сабақ барысында ары қарай жүргіземіз. Бүгінгі тақырыпты таныстырып кетейін сіздерге. Кіріспе сабағы автомобиль көлігінің жылжымалы құрамының сыныптамасы. Автомобиль көлігінде тасымалдауды жүзеге асыру үшін тасымалданатын жүктің түріне және сипатына сәйкес жылжымалы құрам қажет. Жылжымалы құрамдар деп жүктерді және адамдарды тасымалдауға арналған көлік құралдарын атайды. Олар автомобильдер, таратқыштар, тіркемелер, жартылай тіркемелер және арнайы қызмет автомобильдері болып сыныптарға бөлінеді. Жылжымалы құрам орындайтын жұмысына қарай және жол регламентациясынан басқа белгілері бойынша бірнеше түрге бөлінеді. Олар орындайтын жұмысына қарай көліктік және арнайы, көлік құралдарына бойынша жүк және жолаушы тасымалдаушы, жүк көлік құралы бойынша жалпы пайдалану кузовты және арнайы кузовты көлік құралдары болып бөлінеді. Тағы да жолаушы көліктің құралдары автобустар, қалааралық және арнайы және жеңіл автомобильдер болып бірнеше түрге бөлінеді. Жол регламентациясы бойынша келесі топқа бөлінеді. А тобына автомобиль және автопойыздар. Олар арнайы жоғары дәрежелі жолдарда, яғни бір осьті 10 тоннаға шейін салмақтағы, 2 осьті 18 тоннаға дейінгі салмақтағы және жалпы массасы 52 тонна болатын автокөліктер. Б тобына барлық түрлердегі жолдарға пайдаланатын бір осьті өске түсетін ауырлық күші 6 тонна және 2 осьті өске түсетін ауырлық күші 11 тонна болатын автомобильдер және автопойыздар жатады. ТМД елдеріне пайдаланып жүрген жүк автомобильдері және тіркемелер жүк көтергіштік қабілетіне қарай төмендегіше класстарға бөлінеді. Біріншісі, өте кіші жүк көтергіштігі. Ол 0,5 тонна. Екіншісі, жүк көтергіштігі кіші болып саналатын 0,5-тен 2 тонна аралығындағы көліктер. Үшіншіде біз орташа жүк көтергішті жатқызамыз. Ол 2-8 тонна аралығындағы жүк көлігі болып саналады. Төртінші, үлкен жүк көтергішті 8-16 тонна аралығы және бесіншісі аса ауыр жүк көтергіштігі. Ол 16 тоннадан жоғары көліктер аталады. Және осы жүк көтергіштігіне байланысты автокөліктің жылжымалы құрамы ең маңызды бір бөлігі бұл іштен жану қозғалтқыштарының класстарына да бөлінеді. Оның біріншісі карбюраторлы, бензин отынымен жүреді, дизельді, газ баллонды, газ турбинді, электрлік атом энергиясымен істейтін автомобильдер жүктеледі. Жолаушы автокөлік құралдарын жүктеу. Бұл жерде автобустар жалпы жолаушылар тасымалдауға тағайындалған. Автобустардың сыйымдылығы, отыратын орын саны және ұзындығына байланысты мына кестеден қарап білесіздер. Бұл жерде тапсырмада міндетті түрде сіздер конспектіде бұл кестені сызып қоюларыңыз керек. Сонымен атқаратын міндеттеріне қарай қалалық
қала аралық, қала сыртында, орындарда және саяхаттық, экскурсиялық, мектептік автобустарға бөлінеді. Ал жеңіл көліктер оларда атқаратын міндеттеріне қарай жеке, қызметтік пайдалану, автомобиль такси жалға алынатын, сондай тасымалдаушы арнайы көлік болып бөлінеді. Сіздерге бүгінгі кіріспе сабағына байланысты берілетін тапсырма. Мамандырылған автокөліктің түрлері бойынша сіздер зерттеу жұмысын орындайсыздар. Интернет желісін қолданамыз және мамандырылған автокөліктердің түрлері бойынша үлкен конспектті орындау керек болады. Мен бүгінгі презентацияны сіздерге WhatsApp чатын жіберемін. Осыған сүйене отырып, конспект құрастырамыз және мамандырылған автокөліктердің түрлерін ашып жазамыз. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.